Сәлем достар, сәлем. Бүгінгі күні де социал ғылымына сүйене бір ақиқатты білімді берейін. Бүгін сама-саны бірліктер туралы айтамыз. Бірліктер деген ол 1-і, 10-і, 19-і, 28-і күні дүниеге келген адамдарды айтады. Қорғаушы ғаламшары күн. Плюсте көшбасшылық, бастамашылдық, идеализм, қамқорлық. Ал минуста агрессия, озбырлық, керіп тартпалық, өзімшілдік дейді. Енді бірліктерді түсіну үшін, бірлік табысты болу үшін, ол өз нәпсісінен кеткенде ғана табысты болады екен. Неге деген сұраққа бүгінгі эфирім арқылы жауап берейін. Негізі адам баласы санада және түп санада дүниеге келеді. Түп санада. Санада не бар? Адамның жаны бар. Жан бар, парасат, ойы бар. И нұрлы ақылға келуіміз керек. Нұрлы ақылға. Бұл менің ұстазым Жанат Қожамжаров айтқандай, адамның басты міндеті өз санасын дамыту. Өзінің санасын дамытқан кезде жаңағы жаны парасат ойлы, нұрлы ақылға келеді. Қалған кезде біздің бәріміз ақыл бағдарламасында боламыз. Ақыл бағдарламасында. Ақыл бағдарламасында болған кезде адамдар түп санада туады деп жүрміз. Түп санада не бар? Бірінші нәзік интеллект бар. Нәзік интеллект. Адамдарда екінші жады. Жады деген ол память деген сөз. Үшінші, әр адамның өз қалауы болғандықтан эгосы бар, нәпсісі бар. Нәпсі мен қалаймын, қаламаймын деген. И төртінші, рахаттану. Міне, 4 зат біздің түп санада болады. Егер біз санамызды дамытқан болсақ, онда біз орынды, орынсыз деген баға бере, өзіміздің іс-әрекетімізді не істейміз? Жасаймыз. Ал өз ақылымызда болғанда, ақыл бағдарламасында, субъективті көзқараста болғанда, мына социал ғылымының негізі ақиқатты өзімнің субъективті ойымнан объективті ойға келу. Яғни өз ақылыңнан, субъективті шындығыңнан объективті шындыққа келу. Яғни өз ақылыңнан суық ақыл, талдау арқылы, суық ақылда талдау бар, интеллектте. Талдау арқылы іс-әрекет жасауымыз керек. Біз не істейміз? Нәпсінің арқасынан қалаймын, қаламаймынның арқасында өмір сүреміз. Егер бүгінгі күні сана-саны бірліктер туралы айтсақ, бірлікте табиғатынан жаратушы салмаған болған. Нәзік интеллект деген бірлікте жоқ. Талдау ол жасай алмайды. Екінші, жады деген бірлікте жоқ. Ол өз қателігін қайталай береді. Неге десеңіздер, өткен өмірден тәжірибе, память жоқ. Сол себептен эгода туылғандықтан олар өзімшіл болып келеді. Олардың нәпсісі өзіне шешім қабылдауға ғана жұмыс істейді. И нәпсісінің қалаймын алған кезде рахаттануды ғана білетін бұл бірліктер. Бірліктерді вообще Жанат Қожамжаров авантюристер дейді. Жанат Қожамжаровтың өзі авантюристердің бірі деп айтуға болады. 19-шы числода дүниеге келген. Бәрі жақсы болады дейтін идеалистер. Оларда нәзік интеллект болмағандықтан талдау деген қасиет жоқ. Сол себептен олар өзінің қателігін көрмейді, жады жоқ. Бірліктер Құдайдың барлығын өзінің жүрегінде мойындайды да, Құдай береді. Тек алдыға деп жүреді. Біз тек алдыға деп жүру бірліктердің бұл үлкен иллюзиясы. Негізі біз суық ақылды, нәзік интеллектті іске қосу арқылы, суық ақылды қосып,
талдау арқылы орынды орынсызға келуіміз керек. Ал бірліктердің жүретіні мен қалаймын, қаламаймын. Олар талдау жасамай алдыға жүретін адамдар. Ал егер бірлікте нәзік интеллект жоқ, өзім білемін деп талдаусыз шешім қабылдайды. А егер талдау арқылы қабылдайтын болса, онда бірлік авантюрист боламыз еді. Онда жаңағы бірлік болмас еді деген сөз. Бәрі жақсы болады деп, олар танк сияқты алдыға жүретін адамдар. Мына 1 жастағы баланы көз алдыларыңызға елестетіңіздерші. 1 жастағы бала туа біткен, ол көшбасшы болады. Ол білмейді, не заттың суық екен, не заттың ыстық екен, ыстық шәйнекке қарай жүгіреді. Сол кезде 1 жасқа келген баланы біз фай деп қорқыта отырып тоқтатамыз. Тура сол сияқты бірлікте қорқыныш жоқ. Менің өзімнің жиен бауырым бірлік. Біздің қазір тұрып жатқан үйімізді сол бірліктің арқасында біз үй салдық. Ол бір күн келіп маған айтты: 4 миллион ақшаң жоқ па? 2 қабатты үйді салып, неменеге квартирада отырасың деді. Сол кезде оның нақты сенімділігімен айтқанның арқасында мен өзім салып берем деген кезде, мен жаңа талдау арқылы жасамастан соның жетегіне ердім. Бірдің соңынан еруге болмайды дейді, мен жетегіне ердім. 4 миллион деген 1 миллион фундамент екен, 1 миллион терезесі тұрады, 1 миллион терезелер тұрады, 1 миллион крышасы тұрады. Болды үйім. Ол черновой вариант. Оның қоям дегенше 4 миллионның нешесі кетеді? Біздің үйге 50 миллион кетті мысалы. Но бастамасы авантюристің арқасында, жаңа 4 миллионның арқасында, жаңа тәуекелдікке барып, біз үйлі болып қалдық. Егер бірдің авантюрисі болмаса, онда қоғам алдыға жылжымас еді. Цивилизация болмаушы еді. Бір жаманның бір жақсысы деген сол. Ана 1 жасар бала сияқты қорқпастан алдыға танк сияқты жүргеннің арқасынан бірлік көп адамдарға жол көрсете алады. Стратегиялық қабілеті бар. Бірліктерде нәзік интеллект, жады болмаған соң тек алға дейді. Өмірдің өзінің есебі бар. Жаратушы бізді жаратқанда әрбір адамға өзінің міндетін, өзінің құзыреттілігін, өзінің қасиетін салып берген. Бірліктер болмаса, қоғам алдыға жылжымас еді. Оларды сол себептен қоғамның локомотиві деп атайды. Жақсы да жоқ, жаман да жоқ. Стратегиялық қабілеті болғанымен, оларда түсінік жоқ. Талдау арқылы алмайды. Эгосына бағытталған шешімнің барлығы эгосына бағытталған. Эго қорқуды білмей, тек алдыға деген кезде, қалаймының жетегінде кеткен кезде, ақыл бағдарламасында нәтижесі бірде болады, бірде болмайды. Бірліктерде жады жоқ деп тұрмыз. Ал екіліктер жадыда туғандықтан оларда түсінік бар. Ол келесі жолы екіліктер туралы айтамыз. Ол түсінігі болғандықтан оларда күмән басып тұрады. Ал бірліктерде қорқыныш жоқ, күмән жоқ. Бірлік деген жарығы бар күн. Күн деген ол магнит сияқты адамдарды өзіне тартады. От деп айтуға болады. Сары от болса, ол адамдарды қыздырады. Қызыл от болса, өз әрекетімен күйдіріп жүретін бұл сана бірліктер. Бірлігің матрицаларыңызда бірлігіңіз көп болса, егер санаңызды дамытумен шұғылданбасаңыз, бірліктерге менің ұстазым Жанат Қожамжаров айтады: сен керең соқырсың дейді. Неге десең, шешімі өзіне ғана бағытталған. Сана бірліктерді жаратқанда, жаңағы авантюрист қылып жаратқаны, басы бар, көзі жоқ, тек алға деп жаратқан жоқ Алла Тағала. Олардың мықты көшбасшылық қасиеті, Алла Тағала оны көшбасшы ретінде басқа адамның жетістігіне себепкер бол деп жаратқан. Ұстазым Жанат Қожамжаров та бірлік. Ол кезінде ақыл бағдарламасында жүргенде, жаңағы бәрін жасайын, менің қолымнан келеді деп, тек алға деп жүргеннің арқасында, ұмытпасам, $760,000 қарызға кіріп кеткен. Ал қазір бәріміз көріп отырғандай, жаңа санасын дамытып,
өзінің қалаймын қаламайымнан кетіп, адамдардың жетістігіне себепкер болып, орынды орынсыз деп өзінің іс-әрекетін бағалағанын айтқанда, қанша адамдардың жетістігіне себепші болып отыр. Сол себептен адамның алдындағы ең бірінші мақсаты өз санасын дамытуда болып тұрады. Егер ақыл бағдарламасы болса, ол планетаны қоршауында болған зат. Сол себептен Жанат Қожамжаров айтады: білімсіздерді планета басқарады, білімді планетаны басқарады. Өзіңе жаратушының берген құзыреттілігі, қабілетің еш жаққа кетпейді. Бірақ сен өзіңнің меніңнен кетіп, қалауыңнан кетіп, орынды орынсыз деген сұрақты қою үшін нәзік интеллектті іске қосып, талдау арқылы суық ақылға, өзіңнің субъективті көзқарасыңнан кетіп, объективті көзқарасқа келген кезде ғана табысты болады. Бұл бірліктерде әрбір санасына да айтылатын осы. Негізі Алла тағала бізді жаратқанда ақыл бағдарламамызда біздің нәпсіміз аша. Бір байлықты қалаймыз деп тұрмыз. Меніміз тұрады ғой, бірінші меніміз тұрады. Меніміз тұрады, бәріміз ана армансыз адам қанатсыз құс дегендей менің болу керек қой, меніміз болады. Бұл нәпсінің мен қалаймын да болады. Екінші, өзіміздің ақылымызды саламыз. Өзіміздің ақылымыз арқылы, жаңа ақыл бағдарламасы арқылы іс-әрекетке көшеміз. Одан кейін үшінші, жаңағы мына санада бізде не бар дедік? Жан бар. Жан, ар, ұждан дейміз. Ар, ұждан деген өз тәртібіңді өзің қадағалауың керек. Адамдарға қиянат жасамау керек. Біз қалай өмір сүреміз? Бірінші, мен қалайымды табамыз. Любой психологияда да айтып жатыр. Нені жаның сүйеді деп. Нені жаны сүйеді. Біздің қоғамда менімізді бірінші қойғызады, одан кейін ақылымызбен ақылдасамыз, қабырғамызбен ақылдасамыз, содан кейін адамдардың жанын көре бастаймыз. Бұл жол табысты қылмайды. Бұл жол қиратуға алып келеді. Меніміз, нәпсімен нәпсі кездессе адамның, мен деген нәпсі ғой, нәпсі эго. Эго мен эго кездескенде бақталастық, бәсекелестік болады. Ал жан мен жан кездескенде жылы тілдесу арқылы қарым-қатынас болады. Сол себептен табысты болу үшін біз жоғарыдан төмен қарай жүруіміз керек. Ең бірінші жан. Жанмен әрқашан адамдарды жанымызбен қарым-қатынасқа келіп, адамның жанын көре білу. Жан жаратушымен әрқашан жалғасып тұрады. Міне жан. Бірінші жанымызды алдыға қойған кезде біз орынды, орынсыз деген сөзді қалаймын, қаламайымына кетіп, орынды, орынсыз деген сөзді қойып, жылы тілдесу арқылы қарым-қатынас, коммуникацияға кіреміз. Сол кезде біз ақылымыз өзіміздің субъективті көзқарастан емес, объективті көзқарасқа келіп, суық ақыл, нәзік интеллект арқылы талдап түзу ниетімізбен біз адамдардың жетістігіне себепкер бола, адамның аламын дегеніне, қол жетуіне біз көмектесу арқылы өз көздегенімізге жетеміз. Міне, социал ғылымның жаңағы беретін ақиқаты осында. Жоғарыдан төмен жүрген кезде жанын көру арқылы суық ақылымызды іске қосып, жаңағы қалауымызды қойған кезде, вин-вин дейді. То есть выигрыш. Саған да жақсы, маған да жақсы. Ал егер ақыл бағдарламасында жүрсек, онда көңіл толқынысының жетегінде кетеміз. Вообще социал ғылымында 9
көңіл толқынысы бар дейді. Ол 9 көңіл толқынысының жаңағы 5-еуі инстинкт деп айтуға болады. Ол біздің тірі қалу, біздің қорғаушы күштеріміз бірі. Но қарым-қатынасқа келген кезде біз жаңа көңіл толқыныстарының 4-еуін қолға алуымыз керек қой. Міне, махаббатпен қарау керек. Менің сүйікті құлымды сүйе ғана сен менің сүйіктім боласың деген соң, махаббатпен, жайлылықпен, өзіңе де жайлылық, басқа адамға да жайлылық. Қуаныш, адамдардың өсіп, өніп, табысты болып жатқанына шын пейіліңмен, ақ пейіліңмен, шын ниетіңмен қуана білсең. Одан кейін таң қалу. Өзің ғана білген емес, мына адамдардың білгенін көріп, мына ақиқат, Жанат Қожамжаров қандай мықты, осы элементарный заттардың барлығын кішкентай кезімізден біліп жүрсек те, соны саналы түрде қарамаппыз ғой деп таңдалу арқылы сана кеңейді екен. Одан кейін қай жақта болған кезде мына сабыр түбі сары алтын, сабырлықта болуымыз керек. Міне, Сусай ғылымының беріп жатқан ақиқатты білімі осы да. Бүгін сана бірліктер туралы айттық. Осы форматта екіліктер, үштіктер туралы арқыры айтып жатам. Менің каналымда тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіз, сіз маған жігер бересіз. Жігер арқылы мен осы Сусай ғылым арқылы алған ақиқатты біліммен бөлісіп отырам. Вин-вин болады сонда. Выигрыш, вин-вин. Міне, выигрыш. Әркімнің нәпсісі қалайды. Но қалауымды мен орынды ма осы ақиқатты білімді беріп отырған? Орынды деп шешсеңіз, мен туралы да ойлаңыз деп айтқым келеді. Келесі эфирде көріскенше сау саламатта болайық достар.